Дархан талабыбыз даңғат болсын, дастарханыбыздың бүгінгідей даңғат болсын деп тілек қылалы. Дайыр тілегіміз орындалсын. Біздің ақсақалдарымыз шул бассаңар көшенің көркі болғыла, отырсаңар төрдің көркі болғыла. Шу сіздердің батаңарменен бізге көрген деген ниет қылалы, қанамызы. Еріңіз тамада сізге. Чоң рахмат сізге да. Рахмат еме ағайын туғандар, ардақ қойған туғандар. Жиынтық әлі, сіздер шындайында шашып отқан екенсіздер. Теги Нұрмамет агасына пристаям деді. Құлағы андайды жақшы бата құлақтар. Құлақтар аудан жақшы бата. Ұшақ қайсы соңғы берет болды екен. Аға ойын ұйыстырды бата. Ойын ұйыстырғанға жетіспей қалауыз. Ойын ұйыстырайды ол. Шеші келі ана. Мен шешінмейінше ойын қыла алмайын. Келже құл мұрның тұрыштырбай сөйлесіп. Ойнайсың? Ойнайсың албай. Байке сіздерге өзге байыр бер, оңға чейін бір өтіреріз. Ой, елдерді айватам, ежелерді айватам, Қарауатадан келген, Алыстан келген. Мен Нұрмамет аға қазір өзі ұйыштырады. Бұрылған айымға призіңізді бере бересіз, лайықта бұрылған айым өзі беріп қойырсын да. Азыр андан көрі жалпының сұраныш өтініші бойынша жақсы бір шаңды музыкаларда қойып берсе, осыларға бір шаңды билеп онан жылу дәмменен үйізге жетіп алсақ тұрмыз. Қандай дейсіздер? Азыранда ушул бүгүнкү иш-чарабызды ушул деңгээлге алып чыгып, ушул деңгээлге жеткирип алып келип аткан бул биринчи эмес, Кудай буйрса, бүгүн сиздер менен жакындан көз көрүшүп таанышып отурам. WhatsApp аркылуу жазышып көрүшүп атканыбыз болбосо бүгүн бетме-бет көрүштүк, кубанычтамын. Мындан аркы иш-чарада мен кимдин ким экендигин эми толук билбесем дагы жүзүңүздөрдөн көрдүм. Мындан кийинки иш-чарабыз мындан дагы жогорку деңгээлде, ылдый эмес, улам тепкичке көтөрүлүп жыла берет деген ниеттемин. Азыр ушул деңгээлге алып келген сіздердің бір қолчағыңыздар менен бір елемес бір топ атқа ие болған өзі бұл менен басталған аттар соңында өзі Бурулай, Бурулхан деп келіп атат, ырлар шығып атат, қоңыздар келіп атат. Эми Бурулхан айымға сөздің кезегі берейлі, жиынтықты сөз болсын, бұл бүгінкінің бүтіп атқан елі болсын. Әлеме өмірдің біздің бірікменің бүтішін әлі көп бар, бұйырса изіміз көп қалады. Сөздің кезегі Бурулхан айым сізде ғана. Рахмат. Бүгін ушул жолугушуу кечеге бир жагынан иш-чарабызга, бир жагынан аземибизге келип, ушундай улуу мундагы агай эжекелер көбүңүздөр келдиңиздер, жаштарыбыз дагы көп эле бир себептер менен келбей калды. Ошол эсеп дагы сиздердин ар кайсы жактан, ар тарап жактан келип, атарылып келип, ушул жерде жакшынакай калуу тилектериңиздерди айтып, жакшынакай баталарыңыздарды берип, ырдашып, сырдашып, баарлашып, бийлеп, эң сонун бир күндү жарык маанайда өткөрдүңүздөр. Мен сиздерге таазим этем. Ар дайым аман болуңуздар. Биздин сиздерге айтайын дагы, биз эми ушул боюнча да калып кетпестен бат-баттан иш-чараларды өткөрүп туралы деп чечип атабыз. Эми мындан ары бат-баттан иш-чара өткөрөбүз. Ошого активдүү болуп, катышып, келип, ар дайым ушундай ынтымагыбыз бир болуп, бат-баттан иш-чараларды өткөрүп турсак, анан мына бизге мына жогорку жактан, маданият министрлик жактан бизге колдоолорду көрсөтүп, каражат бөлүп берет. Ошондуктан ар дайым активдүү болгонго аракет кылыңыздар. Дагы айтайын, бул жерде бир эле акын эмес, же бир эле ырчы, аткаруучу эмес, бир эле оюнчу эмес, бардык ар тараптуу талант ээлери отурасыздар. Ошол бир эле калем кармаган айтайын, бир эле калем кармаган калемгер канчалаган мына обончуга, мына обончуну дагы, аткаруучуга дагы канча дем берип жатат. Ал обончу, аткаруучу ушул калемгердин ырын оболонтуп, созолонтуп, ырдап, аткарып, аны аткаруучулар популярдуу кылып, өздөрү жаттап, ушундай кайрадан аны аткарып чыгып атат. Бул дагы болсо, сиздер бири-бириңиздерге мындай айтканда байланышсыздар да, ошону көптөрүңүздөр билбейсиздер. Кээбиркилериңиздер айтасыздар да магачы, бизди калемгерлерди, акындарды бөлүп койчу бир группага, обончуларды, аткаруучуларды бир группага бөлүп койчу дейсиздер. Сиздер бири-бириңиздерге байланышсыздар. Ошон үчүн сүрөтчүлөр дагы бар, уус чебер, эми бизде актер, эми мындай айтканда бардык тараптуу, ар тараптуу өнөр ээлери бар.
мына уста, мына колунан көрүү төгүлгөн мына агайыбыз деле отурат, мына арабызда баардык жыгач буюмдарды жасайт. Ошон үчүн баардыгыбыз барбыз, баардыгыбыз бири-бирибизге байланыштырабыз. Мына агайдыга көптөрүңүздөр эле кайрылып жатпайсыздар мисалы. Комуз чаптырган, комуз ала телейм дейсиздер. Мына комуз ала телейм дегенде мен сразу эле ушул биздин Розбек агайдын номерин берем да. Ошон үчүн мына мен сиздерге башыңыздарды бириктирип отурган себебим бул. Бири-бириңиздер менен бир эле сиздерге себепчимин. Бири-бириңиздер менен байланышып, жакындан таанышып, жакшылыктарыңыздарга бирге болуп, ушундай иш-чараларда, тойлордо жана башка ушундай жакшы